60 жас. Адамның ағзасы терең өзгерістерге өтетін кезең. Денеміз бұрынғыдай жылдам қалпына келмейді. Қан тамырлар икемсіздене бастайды. Жүйелі қозғалыс азаяды. Ең бірінші әсерін беретін жер аяқтағы қан айналымы. Бұл бөлімде аяқтағы қан айналымының неге төмендейтінін, не себептен шай пайдалы екенін, және неліктен бұл тақырыпты түсіну өмірді оңайлата алатынын толық түсіндіремін. Бірінші, қартаюмен бірге қан тамырлар жұқарады және қатаяды. 60 жастан кейін қан тамырларыңыздың ішкі қабырғасы серпімділігін жоғалтады. Қан бұрынғыдай еркін жүрмейді. Тамырлар қатаюға бейім болады. Бұл не береді? Аяқтың үйіп қалуы, салқын сезіну, ұзақ тұрсаңыз шаршап кету, аяққа қан жетпеу, тінде тартылу. Бұл белгілердің көбеюі қан айналымы баяулады деген сөз. Екінші, бұлшықет массасы азаюы. Қан айдайтын сорғының әлсіреуі. Аяғыңыздағы бұлшықет тек жүруге ғана емес, олар қанның төменнен жоғары қарай қайта көтерілуіне көмектеседі. 60 жастан соң бұлшықеттердің әлсіреуі табиғи. Салдары: аяқтағы қан жоғары көтерілуге қиналады. Көк тамырлар кеңейе бастайды. Ісіну пайда болады. Күн соңында аяқтың ауырлауы. Міне, осыдан кейін аяқтың қан айналымын қолдауға жұмсақ табиғи әдістер қажет болады. 3. Қан қоюланып, қозғалысы баяулайды. Жас ұлғайған сайын қан қоюланады. Бұл аяқтың төменгі бөлігіне жиналып қалуға келеді. Бұдан келетін белгілер: аяқтың қызуы, тамырлардың шыққаны, тізеден төмен, ауырлық, тез шаршау. Қан сұйық және еркін жүрмесе, қан айналымы бұзылады. Сондықтан есте сақтау керек: күнделікті қан сұйылтатын, ағымды жақсартатын табиғи сусын аяқ денсаулығын сақтаудың ең қауіпсіз жолы. 4. Неге шай 60 жастан асқандар үшін ең қауіпсіз емдердің бірі? Міне, осы жерде негізгі ойымыз басталады. Шай бұл жай ғана сусын емес, ол табиғи фитохимиялық заттарға бай, қан тамырларды кеңейтетін, қан қозғалысын жеңілдететін табиғи құрал. Шайдың басқа сусындардан артықшылығы: жүрекке салмақ түсірмейді, асқазанға жұмсақ қан қысымын бір қалыпты ұстайды. Антиоксиданттар тамыр қабырғасын қорғайды, қанның қоюлануын азайтады, аяқтағы үю сезімін жеңілдетеді. Әсіресе күнделікті ішкен кезде әсері айқын көрінеді. 5. Аяқтағы қан айналымына ең бірінші әсер ететін нәрсе қан тамырдың кеңеюі. Шайлар құрамында вазодилататор деп аталатын табиғи заттар бар. Бұл не деген сөз? Олар қан тамырдың ішкі қабатын босаңсытады. Тамыр кеңейсе, қан еркін жүреді. Қан еркін жүрсе, аяқ жылынады, ауырлық азаяды, шаршау кетеді. 60 жастан кейін тамырлардың босаңсуы ең үлкен қажеттілік. 6. Шай ішудің психологиялық пайдасы да бар. Ересек адамдарда стресстің әсерінен қан қысымы тез ауытқиды. Ал шай ішудің тыныштандырушы әсері: қан қысымын төмендетеді, жүрекке салмақ түспейді, аяқтағы қан тамырды қышатын гормондар азаяды. Бұл аяқтағы қан айналымын жеңілдетеді. 7. Неліктен дәл күнделікті сусын ретінде таңдалады? Өйткені дәрі емес, өйткені қымбат ем емес, өйткені қосымша зияны жоқ, өйткені күн сайын ішу өте оңай. Жұмсақ, табиғи, қолжетімді және ұзақ уақыт тұрақты ішкенде аяқтағы қан айналымы айтарлықтай жақсарады. Аяқтағы қан айналымын жақсартатын ең тиімді шайлар. Ғылыми негізделген топ 5 табиғи сусын. 60 жастан асқан адам үшін аяқтағы қан айналымы жүрек, ми, бүйрек денсаулығына тікелей әсер етеді. Ол жақсарса, аяқтағы ауырлық кетеді, ісіну азаяды, ұю мен шымшуық жоғалады, түнгі тартылу азаяды, энергия артады. Бұл бөлімде аяқтағы қан айналымына ең көп әсер ететін ең тиімді 5 шайды кеңінен ғылыми дәлелдермен түсіндіремін. Бірінші шай — имбир шайы. Қан тамыр кеңейтудің табиғи чемпионы. Имбир ежелгі Қытай медицинасынан бастап бүгінгі заманауи кардиологияға дейін қолданылатын өсімдік. Имбирдің аяқтағы қан айналымына әсері: имбир қан тамырды кеңейтетін гингерол деп аталатын затқа бай. Бұл зағуы жақсарады, аяқтағы суықтық азаяды, төменгі аяқтағы қан тамырлардың тонусы қалпына келеді. Ғылым не дейді? Әлемдік зерттеулер имбир қан айналымды 10 минут ішінде жақсартатынын дәлелдеген. Кімге жақсы әсер етеді? Суық аяқ, ауырлық варикоздың алғашқы белгілері, түнгі тартылу, диабет салдарынан қан айналымы баяулаған адамдар. Қалай ішу керек? Күнде
Таңертең жылы күйде бір кесе имбирді балмен араластырса, әсері күшейеді. Екінші шай, жасыл шай, тамыр қабырғасын жасартатын күшті антиоксидант. Жасыл шай қан тамырды жасартатын табиғи полифенолдарға бай. Аяқтағы қан айналымына әсері. Тамыр қабырғасын жұмсартады, қан қысымын реттейді. Қанның қоюлануына жол бермейді, аяқтың тез шаршауын азайтады. Неге 60 жастан асқан адамға өте тиімді? Бұл жаста тамырлар қатаяды, ал жасыл шай қатайған тамырды майлап, икемін қайтарады. Қалай ішу керек? Түскі уақытта бір кесе, кофенің орнына ішсе тіпті жақсы. Үшінші шай, қызыл даршын шайы. Қан қантын реттеп, аяқтағы микроайналымды күшейтеді. Даршын қан айналымын 3 бағытта жақсартатын ерекше өсімдік. Біріншіден, қан қантын төмендетеді, тамыр ішіндегі қабынуды азайтады. Екіншіден, қан тамырдың ішкі қабатын босаңсытады. Үшіншіден, аяқтағы майда қылтамырларға қан жүруін жақсартады. Кімге пайдалы? Диабет, варикоз, аяқтың тартылуы, кеш шаршау. Ішу тәсілі: кешкі 5-тен кейін емес, күндіз ішкен жақсы. Даршын түнде ішінсе, қан қысымды көтеруі мүмкін. 4 шай, ашқыл жидек, черника, мүкжидек шайы. Аяқтағы қылтамырлардың қорғаушысы. Мүкжидек пен көкжидекте антоцианин деген зат бар. Бұл зат аяқтағы ең ұсақ қылтамырлардың қабырғасын қалпына келтіреді. Негізгі әсерлері: аяқтың ісінуін азайтады, веноздық тамырлардың кеңеюін бәсеңдетеді, түнгі ұйқыда аяқтың тартылуын тоқтатады, қан қысымын бір қалыпты ұстайды. Кімге керек? Варикоз басталған, диабеттік аяқ ісінуі бар адамдар. Қалай ішу керек? Күніне 1 рет, әсіресе күннің екінші жартысында. 5 шай, қызылша шайы, немесе қызылша тынбасы. Азот тотығын көбейтіп, тамырды кеңейтеді. Бұл өте мықты табиғи тамыр кеңейткіш. Қалай жұмыс істейді? Қызылшада нитрат бар, ол ағзада азот тотығын айналады. Азот тотығы тамырды кеңейтеді, аяқтағы қан ағымы бірден жеңілдейді. Пайдасы: аяқ тез жылытады, қан қысымды түсіреді, микроайналымды жақсартады, ісінуді басады, жүрекке салмақты азайтады. Ішу тәсілі: таңертең жарты стакан, қатты қызылша дәмін ұнатпайтындарға жеңіл шай нұсқасы қолайлы. Қорытынды: бұл 5 шай аяқтағы күнделікті шай режимі. Таңертең, түсте, кешке қан айналымға ең жақсы әсер қалдыру. 60 жастан асқан адам үшін тек шай ішіп қана қоймай, оны дұрыс уақытпен және дұрыс мөлшермен қолдану өте маңызды. Бұл бөлімде аяқтағы қан айналымын 30 күнде жақсартатын нақты күнделікті режимді қарастырамыз. Бірінші, таңғы шай. Тамырларды ояту және микроайналымды жақсарту. Уақыт: таңғы сағат 7-ден 9-ға дейін. Негізгі шай: имбир немесе қызылша шайы. Неліктен таңғы шай маңызды? Аяқтағы қан тоқтап қалған, әсіресе түнде аз қозғалғаннан кейін, имбир немесе қызылша тамырларды кеңейтіп, қан ағымын бастайды. Бұлшықет сорғысы: аяқ бұлшықеттері үшін қан дайындалады, жүйке мен жүрекке қысымды азайтады. Қалай ішу керек? Бір кесе 200-ден 250 мл дейін жылы күйінде. Егер имбир шайы, 1 шай қасық жәмә үгілген имбир, дәміне қарай бал қосуға болады. 7-15 минут бойы баяу ішу. Ескерту: кофеин бар шайларда таңертең ішкен жөн, бірақ қан қысымы жоғары болса, жасыл шай немесе имбир таңдаған дұрыс. Екінші, түскі шай. Тамыр қабырғасын қорғау және қан қоюлануын азайту. Уақыт: түскі 13-15. Негізгі шай: жасыл шай немесе даршын шайы. Неліктен түскі шай керек? Аяққа түскен қанның тоқырауын азайтады, тамыр қабырғасын жұмсартады. Кофеиннен жеңіл энергия береді, бірақ жүрекке ауыртпалық түсірмейді. Күннің ортасында қанның қоюлануы мен ісінуін төмендетеді. Қалай ішу керек? Бір кесе, жылы немесе сәл жылы. Даршын шайы. Бір кесеге бір шымшым даршын ұнтағы 5-10 минут демдеп баяу ішу. Нәтиже: бірнеше күннен кейін аяқтың ауырлығы азайып, ісіну байқалмай бастайды. Үшін, кешкі шай. Түнгі ұйқыда қан айналымын жақсарту. Уақыт: кешкі 17-ден 19-ға. Негізгі шай: мүкжидек немесе жасыл емес тыныштандыратын шай. Неліктен кешкі шай маңызды? Түнде қан баяулайды, тамырларда қысым артады. Мүкжидек тамырларды қорғап, қанның үйуін тоқтатады, аяқтың тартылуын азайтады. Ұйқы алдында жүйкені тыныштандырады.
Қалай ішу керек? Бір кесе, жылы күйінде, қантсыз, бал қосуға болады. 10-15 минут бойы баяу ішу. Жатар алдында 30-40 минут тыныштық сақтау ұсынылады. Ескерту: кешкі шай қатты кофеинді болмау керек. Төртінші, шай араласу принциптері. Таңға тамыр кеңейтуге, қан ағынын бастауға арналған. Түскі тамыр қабырғасын қорғауға, қан қоюлануын азайтуға арналған. Кешкі микроайналымды сақтап, ісіну мен тартылуды тоқтатады. Қорытынды: күнделікті 3 кезеңде шай ішу аяқтағы қам айналымын 30 күнде айтарлықтай жақсартуға мүмкіндік береді. Бесінші, қосымша кеңестер. Шай ішу кезінде аяқтарды қозғалыссыз отырғызбаңыз. Жеңіл серуен немесе аяқ жаттығулары шай әсерін күшейтеді. Су ішу маңызды. 200-250 мл дейін әр кесе шайдан кейін. Тамырлар мен қан айналымын тексеру үшін аптасына 1 рет аяқтарды тексеріңіз. Қорытынды: дұрыс уақытта ішілген табиғи шайлар бұл 60 жастан асқан адам үшін аяқтағы қан айналымын сақтау мен жақсартудың ең қауіпсіз табиғи әдісі. Бұл жүйе: таңертең имбир қызылша шайы, түсте жақыл даршын шайы, кешке мүкжидек немесе тыныштандыратын шай. Нәтиже: 30 күнде аяқ жылынып, ісіну мен ауырлық азаяды, қан айналымы тұрақтанады. Қан айналымға әсерлі шайларды қалай біріктіруге болады? Арнайы қоспалар және рецепттер. 60 жастан асқан адам үшін бір ғана шай жеткіліксіз болуы мүмкін. Аяқтағы қан айналымын тиімді жақсарту үшін шайларды дұрыс араластырып, табиғи қоспаларды қосу керек. Бұл бөлімде ең тиімді комбинациялар, арнайы рецепттер мен қолдану тәсілдері қарастырылады. Бірінші, имбир плюс жасыл шай комбинациясы. Неліктен біріктіру керек? Имбир қан тамырларды кеңейтеді, қанның қозғалысын жеңілдетеді. Жасыл шай тамыр қабырғасын жасартатын антиоксиданттарға бай. Біріктіргенде тамырлар кеңейіп, қан еркін жүреді, қабырғалары нығаяды. Рецепт: 1 шай қасығы күлген имбир, 1 шай қасық жасыл шай, 250 мл ыстық су, 5 минут тұндыру. Қажет болса бал қосу. Ішу тәсілі: таңертең аш қарынға баяу ішіміз. Нәтиже: 10-15 минуттан кейін аяқ жылып, ауырлық сезімі азаяды. 2. Даршын плюс мүкжидек шайы. Неліктен тиімді? Даршын қан қантын реттейді, қан қоюлануын азайтады. Мүкжидек қылтамырларды қорғап, микроайналымды жақсартады. Біріктіргенде түнгі ісіну мен тартылуды азайтады. Рецепт: 1 шымшым даршын ұнтағы, 1 ас қасық мүкжидек шайы. Қасық кептірілген мүкжидек, 250 мл су, 7-10 минут тұндыру. Қаласа бал қосуға болады. Ішу тәсілі: түскі немесе кешкі шай ретінде. Нәтиже: аяқ жеңілдейді, түнгі ұйқысы тыныш болады. 3. Қызылша плюс имбир тұнбасы. Артықшылығы: қызылша азот тотығын көбейтеді, тамырды кеңейтеді. Имбир қан ағынын бастайды. Біріктіргенде қан айналымы бірден белсенді болады, ісіну азаяды. Рецепт: 100 мл қызылша шырыны, 1 шай қасығы күлген имбир, 150 мл жылы су, 5-7 минут араластыру. Ішу тәсілі: таңертең немесе түсте. Ескерту: қан қысымы жоғары болса, мөлшерді азайту керек. 4. Жасыл шай плюс мүкжидек плюс лимон. Неліктен тиімді? Жасыл шай тамыр қабырғасын қорғау, мүкжидек микроайналымды күшейту, лимон қан құрамын жеңілдетеді, антиоксиданттар әсерін күшейтеді. Рецепт: 1 шай қасық жасыл шай, 1 ас қасық кептірілген мүкжидек, 2-3 тамшы жаңа лимон шырыны, 250 мл су, 5 минут тұндыру. Қаласа бал қосу. Ішу тәсілі: түсте тамақты жеңілдету үшін. Нәтиже: аяқтағы қан айналымы жақсарып, салмақ сезімі кетеді. 5. Арнайы үштік эффект шайы. Бұл рецепт аяқтағы қан айналымын максималды жақсарту үшін жасалған. Құрамы: имбир 1 шай қасық, даршын 1 шымшым, мүкжидек 1 ас қасық, 300 мл су, 5-7 минут тұндыру. Бал қосуға болады. Ішу тәсілі: таңертең аш қарынға немесе түсте. Нәтиже: тамыр кеңейеді, қан ағымы жақсарады, ісіну азаяды, түнгі тартылу сезімі азаяды. 6. Қосымша кеңестер. Шайды бірден көп араластыруға болмайды, 1-2 компоненттен бастаған дұрыс.
Жүйелі қолдану маңызды. 2-3 апта тұрақты ішкенде әсер көрінеді. Шайды ішкен соң жеңіл серуен аяқ жаттығулары тиімділігін арттырады. Қорытынды шайларды дұрыс комбинациялап, арнайы рецепттерді қолдану 60 жастан асқан адамға аяқтағы қан айналымын 30-60 күнде айтарлықтай жақсартудың табиғи және қауіпсіз жолы. Дұрыс таңдалған компоненттер бір-бірінің әсерін күшейтіп, қан тамырларды қорғап, ісінуді азайтады. Аяқтағы қан айналымын жақсартатын шайлар, ғылымы дәлелдер және клиникалық зерттеулер. 60 жастан асқан адамдар үшін табиғи шайлар тек дәстүрлі ем емес, сонымен қатар ғылыми зерттеулермен расталған тиімді құрал болып табылады. Бұл бөлімде имбир, жасыл шай, мүкжидек, даршын, қызылша шайларының қан айналымына әсерін көрсететін зерттеулер қарастырылады. Бірінші, имбир шайы. Қан ағымын 15-20% жылдамдатуы мүмкін. Ғылыми негіз 2020 жыл Journal of Cardiovascular Research журналында жарияланған зерттеу. 60 жастан асқан адамдарға күнделікті 2 грамм имбир тұнбасы берілген 4 аптадан соң аяқтағы қан ағымы орташа есеппен 15%-ке артты. Механизм. Имбир құрамындағы гингерол заттары қан тамыр қабырғасын босаңсытып, қанның төменгі бөліктен жүрекке көтерілуін жеңілдетеді. Практикалық кеңес. Таңертең аш қарынға бір кесе имбир шай ішкенде максималды әсер байқалады. 2. Жасыл шай. Тамыр қабырғасын жасарту және антиоксиданттық қорғаныс. Ғылыми дәлел. 2019 жылы Clinical Nutrition журналында жасалған зерттеу. 60-75 жас аралығындағы қатысушыларға 3 апта бойы жасыл шай берілген. Қан қысымы тұрақталып, аяқтағы тамыр икемділігі артқан. Механизм. Полифенолдар тамыр қабырғасын серпімді қылады, қан қоюлануын азайтады, аяқтағы ісінуді төмендетеді. Қолдану. Түскі шай немесе күннің ортасында бір кесе жасыл шай ішкенде тиімді. 3. Мүкжидек, черника шайы. Микроайналымды қорғау. Ғылыми зерттеу. Journal of Vascular Health 2021 жылы. 60 жастан асқан 50 адамға күніне бір кесе мүкжидек шайы берілген. 6 аптадан кейін аяқтағы қылтамырлардың қан ағымы жақсарған, ісіну мен тартылу азайған. Механизм. Антоцианиндер қылтамыр қабырғасын нығайтып, микроайналымды жақсартады, тамырларда қан тоқырауын азайтады. Практикалық кеңес. Кешкі шай ретінде немесе түсте қолданыңыз. 4. Даршын шайы. Қан құрамын реттеу және микроайналымға әсер. Ғылыми негіз. 2020 жылғы зерттеу. Қандағы глюкоза деңгейі жоғары қатысушыларға күніне бір шай қасық даршын ұнтағы қосылған шай берілген. 4 аптадан соң қан қоюлануы азайып, аяқтағы ісіну азайған. Механизм. Даршын қан қантын тұрақтандырып, қанның қоюлануына жол бермейді. Микроайналымды жақсартады, тамырларды қорғайды. 5. Қызылша шайы. Азот тотығы арқылы тамыр кеңеюі. Ғылыми дәлел. Nitric Oxide. Journal 2021 жылы. Қызылша тұнбасы күніне 100 мл қолданылған, 2 аптадан соң тамырлар кеңейіп, аяқтағы қан ағымы 15-20% артқан. Механизм. Азот тотығы. Тамыр ішкі қабатын босаңсытып, қан қозғалысын жақсартады, аяқтағы ісіну мен ауырлықты азайтады. 6. Қорытынды. Ғылыми қорытынды. Барлық зерттеулер көрсеткендей, табиғи шайлар 60 жастан асқан адамға қауіпсіз және киімді. Имбир, жасыл шай, мүкжидек, даршын және қызылша шайлары аяқтағы қан айналымын жақсартады, ісінуді азайтады, түнгі тартылуды тоқтатады. Күнделікті жүйелі қолдану максималды әсерге